Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, езілмей, жабыспай пісетін вареники жасайтын боламыз. Рецептіні соңына дейін қараңыздар, асықпай ақырын бәрін анықтап нақты түсіндіретін боламын. Алдымен қамырын дайындап аламыз. 2 шай кесе бөлме температурасындағы суды құямыз. 1 жұмыртқа саламыз. Және де 1 ас қасықтай сұйық май құямыз, және де жарты ас қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң алдын ала үйлеуіштен өткізіп дайындап алған ұнымызды жарты бөлігін салып, алдымен қолымызбен жақсылап қатты қамыр илеуіміз керек. Біздің қамырымыз еттің қамыры секілді қаттылау қамыр болып шығуы керек. Қамырды иін қандырып жақсылап 4-5 минут шамасында салмақ сала отырып жақсылап илеп аламыз да, дайын болған қамырымызды целлофанға салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Арада 20 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, қайтадан 2-3 минут шамасында жақсылап иін қандырып, қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз, яғни 2 күлше қамыр шығады. Бөлінген қамырымызды әрқайсысын дөңгелек күлшелерінің формасына келтіріп, тағы да 5 минутқа целлофанға салып қоямыз. Қанып тұрған қамыр бізде өте керемет, әдемі болып жайылады, сондықтан да осылай қойып қойыңыздар. Басына картопты алдын ала суға пісіріп дайындап аламыз. Оған дәміне қарай тұз, қара бұрыш және сары май, және де азғантай ғана сүт қосып, барлығын езіп дайындап аламыз. Мен миксермен езіп алатын боламын. Егер сізде миксер жоқ болса, картоп езгішпен немесе шанышқының көмегімен езіп дайындап алсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алғаннан соң біздің арасына салатын салмамыз дайын. Біздің әдемі болып дайын тұрған қамырымызды алдымен қолымызбен осылай дөңгелек формаларға келтіріп, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы еттің қамырынан кішкене қалыңдау болуы тиіс, шамамен 1,5 миллиметрдей болуы керек. Мінекей, мен қамырымды жайып дайындап алдым. Енді арнайы осындай бокалдың көмегімен дөңгелек пішім беріп, осылай кесіп алатын боламын. Кесіп дайындап алғаннан соң арасына 1 шай қасықтан салмасын салып, барлығына да салмасын салып, дәл видеодағыдай түйсеңіздер болады. Мен 2 түрлі түйу тәсілін көрсеттім. Біріншісі осылай шетінен әдемілеп өрсеңіздер болады, бірақ бұл өте көп уақыт алатын болғандықтан мен екінші түрінде көрсеттім, және сол екінші түрімен вареникелерімді пісіріп алдым. Екінші түрі мінекей осылай жай ғана қамырды бір-біріне шетін жабыстырып шығасыздар. Осымен вареникелерді дәл осылай пісіре берсеңіздер болады. Бұл өте оңай. Вареникелерімізді түйіп дайындап алғаннан соң суды алдын ала қойып қоясыздар. Қайнап тұрған суға дәміне қарай тұз саламыз міндетті түрде, және де кішкене сұйық май құямыз. Сұйық май құйсаңыздар, вареникелеріңіз бір-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Содан соң жаңағы дайындап алған вареникелерімізді салып, жақсылап бір араластырып жібереміз де, қазанның қақпағын жауып, бір қатты қайнағанын күтеміз. Вареникелеріміз бір осылай қатты қайнағаннан соң тағы да бір жақсылап араластырып жібереміз де, қазанның қақпағын қиғаштап жауып, шамамен 5-6 минут шамасында қатты отта вареникелерімізді қайнатып алатын боламыз. Осылай қиғаштап қойсаңыздар, тасып кетпейді. 5-6 минут шамасында біздің вареникелеріміз толықтай пісіп шығады. Піскенін жеп көресіздер. Содан соң тәрелкеге салып, бетіне подливпен ұсынсаңыздар болады. Ешқандай жабыспай, езілмей, өте керемет болып пісіп шығады. Құрметті көрермендерім, келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыз. Неке достар, біздің вареникелеріміз осылай дара-дара әдемі болып пісіп шығады. Мен бетіне подливпен ұсынатын боламын. Подливке пиязды, сәбізді, болгар бұрышын қосып
томат пастасын қосып кішкене су құйып барлығын қуырып бұқтырып алдым. Осылай ұсынсаңыздар өте дәмді, қаймақпен қосып жесеңіздер де өте дәмді болады. Ас болсын достар, назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепті ұнаған болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.